Сәлем бәріне, бүгін сіздерге онсыз разрыхлительсіз оп-оңай дайындалатын, өте дәмді шығатын, чизкейктен кем болмайтын пирогтың рецептінен бөлісемін. Сіздерге бар болғаны видеоның соңына дейін қарау ғана қалды. Маған тіркеліп лайк басып кетсеңіздер қуанатын едім. Сонымен бізге керегі 15 печенье осындай оқтаумен езіп алдым. Блендер болса, блендермен де жақсы болады. Содан соң печенье ұнтақтарын алып, оны үстіне ерітілген сұйық май болады, кәдімгі майды ертесіздер. Соны бір 40 грамм майды араластырасыздар ішіне. Сары май, маргарин болмау керек, дәмді болу керек, сонда керемет шығады. Содан соң начинкасын дайындаймыз. Творог. Оның үстіне қант саламыз. Оның үстіне менде қаймақ. Содан соң 3 жұмыртқа, егер кішкентай болса, ал егер үлкен кәдімгі жұмыртқа болса, 2 жетеді. Сосын оны блендермен езіп аламыз, араластырып. Содан соң пешімізді қыздырып, ыдысымызға ұнымызды саламыз. Жақсылап езіп, өзі формаға келтіріп аламыз. Рецептпен тура бір чизкейкке ұқсаған сметаник болады. Өйткені менің жолдасым солай мақтады. Содан соң начинкасын құйып аламыз. Содан соң осылай қасықпен дұрыстап аламыз. Қызып тұрған пеште 170-180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Менде мына жерде холодильникте суығаннан кейін 2 сағат тұрды. Суыса одан да керемет болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Ора.